Депутат Әлішев Қазбек Құрманғалиұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым ауыл шаруашылығы министрлігіне. Біздің елімізде барлық жайылым жерлердің 70% органикалық мал шаруашылығына жарамды болып табылады. Алайда қазіргі таңда 29 миллион гектар жерлер мүлдем жарамсыз. Сонымен қатар 90 миллион гектар жерлердің әбден тозығы жеткен. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы жерлерді қайта қалпына келтіруге іс-шаралар жоспарлары бар ма? Болмаса қашан қолға алынады? Ауыл шаруашылығы министрлігі. Бірінші сұрағыңызға рахмет. Расында да Қазақстан жер қорында статистика бойынша 85 миллион. Сіз даусыңызды шамалы шығарыңқырап 85 миллион гектар. Жауап беріңізші. Иә, 85 миллион гектар жатқан бос жерлер бар. Осы жерлердің барлығы негізі минералдық, басқа да удобрениялармен қолданбаған, сондықтан бұл осы жерлерді негізі осы органикалық айналымға өтуіне қарастырып отырмыз. Жалпы мынау несі органикалық өндіру үшін шындап айтқанда минералдық және басқа да органикалық удобренияларды қолданбағандықтан жердің көлемі 2 есе көп керек болады. Құрметті қандастар, ұланғайыр жеріміздің небәрі 2,8% ғана өзен көлдер алып жатыр. Жеріміздің 3/2 бөлігі шөл және шөлейтті аймаққа айналып үлгерді. Үкімет 2030 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы өткір сезілетінін мойындап отыр. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2040 жылға қарай еліміздегі су тапшылығы 12-15 миллиард текше метр болады деді. Бұл мәселенің қандай шешімі бар? Өкінішке орай әзірге су үнемдеу қажеттігін уақытша шешімнен басқа біржолата шешімі көрінбейді. Алайда халық болып бірігіп, білім алып, ғылыммен айналыссақ, зерттесек шешімі табылуы мүмкін. Сондықтан сіздерді ойлан-кесет.com сайтынан сапалы білімдерді қазақ тілінде қолжетімді бағада алуға шақырамыз. Өзге ұлттар ғылымының көмегімен Ай мен Марсты бағындырып жатқанда үмітімізді үзбейік, құрметті қандастар.